Балалар, бүгін жақсы қасиеттер туралы әңгіме қозғаймыз. Айдос мейірімді бала. Ол достарына әрқашан жылы сөз айтып, кішкентайларға қамқор болады. Айдос тапсырмаларын уақытында орындайды. Себебі ол тиянақты. Ойыншықтарын шашпай, орнына жинап қояды. Өйткені ол ұқыпты бала. Үйде де, балабақшада да үлкендерге көмектесуді жақсы көреді. Сондықтан Айдосты бәрі жақсы көреді. Балалар, сендер де мейірімді, тиянақты, ұқыпты және үлкендерге көмектесіп, әрқашан осылай жүріңдер.